Белгілі әнші Музарт тобының мүшесі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сәкен Майғазиев қонақ үйде лифтте тұрып қалғанын айтып, елді алаңдатып қойды. Өзге қалаға барып, қонақ үйде тұрақтаған әнші жедел сатыда жарты сағаттан астам тұрып, ішкі сезімімен бөлісті. Өте керемет қонақ үй, анти-жарнама жасамай-ақ қояйын. Дәмді тамақ үшін, ашық қабақ үшін, құрақ ұшып қарсы алған үшін ризамын. Бәрі жүгіріп жүр, Алла разы болсын. Бірақ лифттері кетіп қалған екен. Сондай жағдай болып жатыр. Әп сәтте қарап отырсаң, неше түрлі дүниелерді еске түсіреді. Тәубеңе келтіреді. Ең бастысы ауа бар бұл жерде. Бәрі жүгіріп жүр, естіді, сигнализацияны бастым. Аман болыңыздар, жақсылықта жолығайық. Ашуланбаңыздар, шыққан кезде тағы жазам. Бір адамдардың жүгіріп сені ашып шығарып алуға тырысып жатқанын көріп отырмын. Бір уақыттар келеді ғой, ешкім сені шығарып алуға да тырыспайтын деп терең тұңғиыққа батып, ойланып тұрғанда жағдайым бар деді. Алтындарым-ау сол, қонақ үй қызметкерлері барлығы жаны қалмай жүгіріп жүр. Қазір шығарып аламыз, ешқайда кетіп қалмаңыз деп қояды. Қайда кетемін деп жазды әнші қалжыңдап. Лифтіден шыққан соң хабарын айтамын деген Майғазиев халықты алаңдатып қойды. Айттым ғой, адам баласы ұмытшақ деп, лифтіден аман-есен шыққанымда айтам деп ұмытып кетіппін. Баршаңызға мың алғыс, Алла разы болсын, ешқашан лифтіде қалып қоймаңыздар деді ол. Біз Сәкен Майғазиевқа амандық тілейміз, сау болыңыздар.